Қайырлы күн оқырмандарым, Рамазан құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз орындала берсін. Оразаның 5-ші күні бүгінге ауызашарға қандай тағам дайындап жатсыздар? Мен бүгінгі ауызашарға борщ жасадым. Алдымен мына 4 бұрышты болған пияздың киімдерін алып тастаймыз. Сосын домалақ болған сәбіздің денесін әбден ысқылаймыз. Кезек ұзынша болып келген картошкеге келді, оның да киімдерін аламыз. Ал енді бәрін ваннаға салып жуындырамыз. Байқаңыздар, тұншықтырып алмаңыздар. Так. Енді 40 қабатты аямай турап тастаймыз, быт-шытын шығарып. Айтқандай, сіздер қандай тағам дайындап жатсыздар? Қарап отырмай маған поддержка беріңіздер, маған тіркеліп пікір жазып дегендей жарай ма? Келесі бізде қызылша, оның да жанын шығарып, күштен өткіземіз. Ары қарай етті кескілеп тастаймыз. Қосатын заттардың барлығын дайындап алсақ тамағымызды бастайық. Тұр, бейбіт кет мияқа.